Барлықтарыңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай булочка жасайтын боламыз. Бізге 2 жұмыртқа, 700 грамм сүт, жылы болу керек, ертілген май, жақсылап араластырып, тұз, дәміне қарай 1 пиаладай шекер, қантты, дрожж саламыз. Жұмсақ қана қылып қамыр елейтін боламыз. Бір киладай кететін болады. Жұмсақ қылып қамыр елеп алатын боламыз. Сұйық май жағып аламыз. Көтерілу үшін сұйық майды айналдырып жағып алып, сыртынан алып пешевой пакетпен ашығанша қалдыратын боламын. Жұмсақ қылып еледім. Пешевой пакетпен жауып қоямын. Ашығанша қалдыратын боламын. Көтеріліп шықты. Енді осыны қайтарып қоямын. Жұмсақ қамыр көріп тұрғандарыңыздай осыны бір қайтарып қоятын болады. Сонда жақсы болатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай жақсы көтеріліп шықты. Осыны суала қылып алатын боламын. Кішкентай қылып суала қылып алатын боламын.
Бұны да бір 5 минутқа қалдыратын боламын, көтеріліп шыққанша. Сонда жақсы булочка болып шығады. Бұны да бетін жауып қоятын боламын пищевой пакетпен. Енді оқтаудың көмегімен жайып алатын боламын. Бізде осындай болып шығады. Менде осындай қоюланған паренка. Осыны ашып, ішіне салатын боламын. Тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Дәл өстіп істедім. Ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетулерді ұмытпаңыздар. Алдыда тағы да видео шығаратын боламын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Алдын ала бізде осындай болып шықты булочкаларымыз. Енді бұның бетіне бұны да 5 минутқа қалдыратын боламыз. Енді біз бұның үстіне жұмыртқаның сарысын жағып алатын боламыз. Барлық жеріне тигізіп жағып аламыз. Несіне, бетіне күнжіт сепсеңіздер де болады, мак сепсеңіздер де болады. Менде күнжіт септім бетіне. Барлық жерлеріне тигізіп жағып аласыздар. Мен осындай күнжіт септім. Осындай әдемі болып шығады. Енді пешкеге қоятын боламын. Енді өздеріңіздің пешкаларыңызға қарай қоясыздар. Мен 200 градуста пісірдім. Әр жердің пешкісі әртүрлі болғандықтан өздеріңіздің пешкаларыңызға қарап пісіресіздер. Мына осындай болып шықты. Жұп жұмсақ, әп-әдемі болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай, ішіндегі паренкасы да ағып кеткен жоқ. Ішінде тұр. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай әп-әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. YouTube каналымды көргендеріңізге алдын ала рахмет. Менімен болғандарыңызға әлі алдыда жақсы видеолар шығаратын боламын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпағайсыздар. Қош сау болыңыздар.